Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli de, kadirli Müslüman bavurlar, ağayın tuğustar, şakirtlerimiz, osunda mına bugünkü sahabalar jayında bolup жатқан, sаңлақ sahabalar jayında bolup жатқан dersimizge, suhbatımızga basıp kelgen kadamlarınızga Allah Tağalam savaptan жазсын. Salmanul Farisi. Endi бұл sahabanın ömürü bir gajap. Biz осы kitaptan arnayı Salmanul Farisi'nin осы kıssaсын оқығанға дейін biz tek қана Salmanul Farisi'nin sahabi екенін және парсы екенін ғана білумен шектеліп қалыппыз. Бірақ оның Алланың жолындағы ақиқат іздеуіндегі іс-әрекеттері енді әрбірімізге ой салатын, пенденің иманын күшейтетін сондай бір керемет қисса екен. Bismillahirrahmanirrahim. Salmanul Farisi. لو كان الإيمان بالثريا لتناوله رجال من هؤلاء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان واضعا يده على سلمان. Eğer iman Süreyya жұлдызында болатын болса дейді. Süreyya деген шолпан жұлдыз деген ба, сондай бір сондай биіктегі дегені ғой. Егер иман Süreyya жұлдызында болса, осыған ұқсас, яғни осындай адамдар барып оны алар еді деп Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям осы сөзді айтқан екен, қолын Салманул Фарсиге қойып тұрып. Яғни қолын Салманул Фарсидің қолына ма, тізесіне ма, үстіне ма қойып тұрып, егер иман Süreyya жұлдызында болса, мен осындай адамдар барып соны алатын еді деп айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. قصتنا هذه هي قصة الساعي وراء الحقيقة الباحث عن الله. قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. Біздің бұл қиссамыз Алланы іздеген ақиқаттың артынан жүріп кетуші қисса дейді. Яғни Алланы іздеп, ақиқаттың артынан жүріп кетіп бара жатқан әрекет етуші бір қисса. Ол қисса Салманул Фарисидің қиссасы. Алла одан разы болған болсын, және Алла оны разы еткен болсын дейді. فَلْنَتْرُكْ لِسَلْمَانَ نَفْسِهِ الْمَجَالَ لِيَرْوِيَ لَنَا أَحْدَثَ قِصَّتِهِ فَشُعُورُهُ بِهَا أَعْمَقُ وَرِوَايَتُهُ لَهَا أَدَقُّ وَأَصْدَقُ. Біз енді Салманның өзіне қойып берейік. Осы қиссаны біздер үшін, осы өзінің басынан өткен оқиғасын біздер үшін риуаят қылып беру үшін, айтып беру үшін енді сөзді біз Салманның өзіне берейік дейді. Өйткені оның сезуі, өзінің айтатын, өзінің басынан өткен қиссасының сезуі, сезімі ол тереңірек бізден көрі, біз айтқаннан көрі дейді. Және оны риуаят қылуы нәзігірек және шынырақ болады, расырақ болады. Сол үшін Салманул Фарсидің өз аузынан естейік дейді. Шынында да тек қана былай қарай осы 4 парақ Салманул Фарисидің өзінің сөзімен кетеді. Әдетте мусаннифна кітап жазушы адам жазады ғой. Бұл жерде сөзді бастап-ақ Салманул Фарисидің өзінің сөйлетеді бұл жерде. Қола Салман كنت فتى فارسيا من أهل أصبحان من قرية يقال لها جيان وكان أبي دحقان القرية وأغنى أهلها غنى وأعلاهم منزلة وكنت أحب خلق الله إليه منذ ولدت ثم ما زال حبه لي يشتد ويزداد على الأيام حتى حبسني في البيت
хашиятан алайя кама тухбасул фатаят. Салман айтады, мен бір фариси бір жігіт болған едім. Мен бір парси жігітпін. Асбахан деген жерге бір Асбахан деген жердегі бір ауыл, Жайян деп аталатын ауылда тұратын бір жап-жас парси жігіт болған едім дейді. Иран мен Шираздың арасындағы қала бар екен, Асбахан деген. Сол Иран жақта болған кісілер болса білет. Адылхан бар ма? Сол Иран мен Шираздың арасындағы бір қала, ол Асбахан. Сол Асбаханның қасында Жайян деген бір ауылда өскен бір жас жігіт едім деп бастайды сөзін Хазіреті Салман разияллаху анху. Менің әкем сол ауылдың үлкен бір раисі, басшысы еді. Және сол елдің ең бай адам еді. Және дәреже жағынан сол елдің ең биік дәрежедегі ұлық бір кісісі еді менің әкем дейді. Алла тағаланың жаратылысының ішіндегі ең жақсы көретін адамы мен едім әкемнің дейді. Туылғанынан бері өте мені қатты жақсы көретін. Жақсы көруі соншалықты, күн өткен сайын оның маған деген жақсы көруі арта берді, күшейе берді. Керек болса мені үйге қамап қоятын дәрежеге жетті, қорыққандығынан. Яғни бір нәрсеге ұрынып қалмасын деп. Тура жас қыздарды үйіне қамап қойылатындай дейді. Кама тухбасул фатаят деп қазақта да айтады ғой, қызға 40 үйден тыйым деп. Әдетте қыз жайлап бой жетіп келе жатқанда оны бір нәрсеге ұрынып қалмасын деп әке-шеше қатты алаңдаумен үйге қамап ұстайды. Бет алды жібермейді ғой. Тура сол сияқты дейді. Мені де әкем сол дәрежеде жақсы көргендіктен мен бір нәрсеге ұрынып қалмасын, бір нәрсеге еріп кетпесін деп мені қамап ұстайтын еді үйде дейді. وقد اجتهدت في المجوسية حتى غدوت قيم النار التي كنا نعبدها وأنيط بي أمر إضرامها حتى لا تخبو ساعة في ليل أو نهار وكان لأبي ضيعة عظيمة تدر علينا غلة كبيرة وكان أبي يقوم عليها ويجني غلتها. Мен мәжуси деп от жағып алып отқа сыйынатын тайпаны айтады. Мен сол мәжусилікте қатты әрекет қылдым. Керек болса солардың отын жағып тұратын адамға дейін болдым дейді. Маған сол отты жағып күндіз түні өшірмей тұру мәртебесі тапсырылды дейді. Оларда біздің дінімізде мешітке келіп азан айту қандай бір керемет бір азаншыға берілген мәртебе болса, сол мәжусилерде отты жағушы адам, басқалар келіп сол отқа сыйыну үшін отты жағушы адам, ол да бір мәртебедегі адам болса керек. Мен сол дәрежеге жеттім дейді. Яғни өзіміздің батыл Аллаға ширк келтіретін сондай мәжусиліктің өзінде сондай дәрежеге жетіп, отты күндіз түні өшпей жанып тұру үшін соны жандыратын адам болып, сол қызметте болдым дейді. Алдында парсылар солай болды ғой, мәжуси болды көбірек. Менің әкемнің бір фермасы бар еді. Ферма деп енді бір шаруашылық бір жері болған екен, үлкен. Сол жерден бір үлкен өнім беретін бір үлкен бір жеріміз болған еді. Әкем үнемі соның басына барып, тіршілік жасап, соның өскен өнімін теріп жинап жүретін еді. وفي ذات مرة شغله عن الذهاب إلى القرية شاغل فقال يا بني إني قد شغلت عن الضيعة بما ترى فاذهب إليها وتولى اليوم عني شأنها فخرجت أقصد ضيعتنا وفيما أنا في بعض الطريق مررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون فلفت ذلك انتباهي. Bir күні әкем сол өзінің шаруашылығына баруға қолы тиместен маған айтты дейді. Ей балам, үйінде қамап ұстап отырған баласы ғой. Ей балам, көріп тұрғандай мен ана
шаруашылық жаққа бара алмай қалдым. Сен барғын. Бүгінше менің орныма барып, сол жердегі істерді сен тындырғын енді, деді дейді. Мен шығып, өзіміздің жаңа шаруашылықты бетке алып жүріп кетіп бара жатып, жарты жолда Насаралардың шіркеуінен болған бір шіркеуге жолықтым дейді. Енді үйінен шықпаған адам, көрмеген бір канисаға жолықтым. Олардың сол шіркеудің ішінен шығып жатқан дауыстарын естідім. Олар бір намаз оқитын еді дейді. Намаз деп келтіріп отыр мына жерде, юсоллун деп. Намаз емес қой енді, өздерінің бір біздің намазға ұқсаған, біздің ғибадатқа ұқсаған емес. Өздерінше оларда бір ғибадат жасап жатқанын көрдім. Ол нәрсе менің ойымды бұрды дейді. Енді әбден отқа сыйынып жүрген қауым ғой. Енді ана шіркеудің ішінде шығып жатқан дауыс, солардың жасап жатқан ғибадаттары менің ойымды бұрды дейді. لم أكن أعرف شيئا من أمر النصارى أو أمر غيره من أصحاب الأديان لطول ما حجبني أبي عن الناس في بيتنا فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم لأنظر ما يصنعون. Өйткені мен насаралардың ісінен де, немесе басқа діндегілердің де ісінен еш нәрсе білмейтін едім. Әкем мені ұзақ уақыт үйде, адамдардан ұзақ уақыт мені тосып, қамап қойғандығы үшін мен еш нәрседен хабарым жоқ еді. Мен енді олардың дауысын естігенімнен кейін ішке кірдім, олар не істеп жатқанын көрейін деп. Сол дауыс мені бұрып ішке кіруге мәжбүрледі дейді. فَلَمَّا تَأَمَّلْتُهُمْ أَعْجَبَتْنِي صَلَاتُهُمْ وَرَغِبْتُ فِي دِينِهِمْ وَقُلْتُ وَاللَّهِ هَذَا خَيْرٌ مِنَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس ولم أذهب إلى ضيعة أبي ثم إني سألتهم أين أصل هذا الدين قالوا في بلاد الشام. Біраз ішке кіріп, олардың жасап жатқан ғибадаттарына қарап тұрып, ойға қалдым дейді. Yani олардың дініне қызықтым. Айттым дейді өзімше. Аллаға қасам. Мынау дін біздің дінімізден гөрі әлдеқайда жақсырақ деп ойладым дейді. Әрине енді отқа сыйынып, өте енді ол надандықтың да шегіне жеткен жері ғой. Одан гөрі мына дін жақсырақ екен деп ойға қалдым дейді. Сөйтіп, күн батқанға дейін ана жерден шығып кете алмадым, сол жерде тұрып қалдым дейді. Кейін әкемнің шаруашылығына да бара алмадым. Сол жерде қалып, күн батқаннан кейін әлгілерден барып сұрадым дейді. Бұл діннің асылы қайда өзі деп сұрадым дейді. Олар айтты дейді, Шам қаласында бұл діннің асылы. Насарани діннің асылы енді Шам. Исламға дейін екі үлкен империя болды. Парсылар мен Рум империясы мен парсылар. Екеуі де әрине осындай нахақ дінде. Біреулері отқа сыйынды, біреулері басқа дінсіз болды. Бірақ енді әлбетте Алла Тағала таманнан түскен 4 кітап, 4-еуі де хақ. Насаранилар да білді. Біздің Құранда, өздерінің Таураттарында, Инжилдерде пайғамбардың шығатын барлығын білді. Олардың да ішінде керемет бір ғибадаткөй, керемет бір ғалымдары болды. Барлығы бірдей адасып кеткен қауым болмады. وَلَمَّا أَقْبَلَ اللَّيْلُ عُدْتُ إِلَى بَيْتِنَا فَتَلَقَّانِي أَبِي يَسْأَلُنِي عَمَّا صَنَعْتُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ إِنِّي مَرَرْتُ بِأُنَاسٍ يُصَلُّونَ فِي كَنِيسَةٍ لَهُمْ فَأَعْجَبَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ دِينِهِمْ وَمَا زِلْتُ عِنْدَهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسِ. Түн болғаннан кейін үйіме қарай қайттым дейді. Мені әкем қарсы алып менен сұрай бастады. Не істегенім жөнінде сұрай бастады. Әкем айттым дейді, әкешім, мен сол шаруашылыққа кетіп бара жатып, жолда бір канисаның ішінде ғибадат жасап жатқан адамдарды көріп, олардың ісі мені таңғалдырды. Мен олардың дінінің бір жақсы жағын көрдім. Сол нәрсе мені қызықтырғаны соншалық, мен күн батқанға дейін соның ішінде қап кеттім, бара алмадым мен шаруашылыққа, деп әкесіне енді үзір айтып жатыр. فَزُعِرَ أَبِي مِمَّا صَنَعْتُ وَقَالَ أَيْ بُنَيَّ لَيْسَ فِي ذَلِكَ الدِّينِ خَيْرٌ دِينُكَ وَدِينُ آبَائِكَ خَيْرٌ مِنْهُ. Әкем қорықты дейді мен қылған нәрсемнен. Сөйтіп маған айтты дейді, ей балам,
Ол дінде бір жақсылық жоқ. Сенің өзіңнің дінің мен сенің анау ата-бабаларың діні ондан әлдеқайда жақсырақ. Сен қайтесің оған қызығып? Біздің дініміз жақсырақ деп, әкесі қорқыты баласының ана дінге кіріп кетпеу үшін, насарани дініне. Қулту, мен айттым дейді Салман. Кәллә, валлахи инна динахум ла хайру мин динина, фахафа аби мимма aqul, ва хашия ан артадда ан дини, ва хабасани бил байти, ва вада'a qaydan fi rijlayya. Жоқ дедім дейді әкеме. Олардың діні біздің дінімізден гөрі жақсырақ. Деп едім, әкем менен одан бетер қорқып айтқан нәрсемнен, мен дінімнен шығып кетуінен қорқып, мені қайтадан үйге қамап қойды, керек болса аяғыма кісен сап қойды дейді енді. Жүрем айтын қылып. Валамма утихат ли алфурсату баасту иля насара aqulu lahum إذا قدم عليكم ركب يريد الذهاب إلى بلاد الشام فأعلموني فما هو إلا قليل حتى قدم عليهم ركب متجه إلى الشام فأخبروني به فاحتلت على قيدي حتى حللته وخرجت معه متخفيا حتى بلغنا بلاد الشام. Кейін бір мүмкіншілік болатын бір мезетті күттім. Сөйтіп, насараларға бір адам жіберіп, оларға айттым дейді. Егер бір керуен келіп, ана Шам қаласына баратын бір керуен келетін болса сіздерге, маған хабар беріңіздер. Мен де сол керуенмен бірге Шамға кетіп қалайын. Болары болды деп, бұл шынында да өзінің әлгі мәжуси отқа сыйынатын ғибадатын тастап енді насарани дініне кіруге әрекет жасап жатыр Салман Фарси. Енді аз уақыт өтпей-ақ Шамға қарай бет алған бір керуеннің хабары келді дейді маған. Мен бір нәрсе қылып, айла қылып, аяғымдағы кісенді шешіп, қашып шығып, жасырынып, сол керуенмен бірге енді Шам қаласына кетіп қалдым дейді. Үлкен бір байдың баласы, әкесі үлкен бай, лауазымды адам, хақиқат іздеп кетіп бара жатыр енді бұл. Оттан гөрі сәл енді кәнисаның ішіне қарай өтті. Енді біздің дінімізге дейін қанша жол жүреді енді ол, соны көрейік. فَلَمَّا نَزَلْنَا فِيهَا قُلْتُ مَنْ أَفْضَلُ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الدِّينِ قَالُوا الْأَسْقُفُ راعي الكنيسة فجئته فقلت إني قد رغبت في النصرانية وأحببت أن ألزمك وأخدمك وأتعلم منك وأصلي معك فقال أدخل فدخلت عنده وجعلت أخدمه. Мен Шам қаласына барып орналасқаннан кейін адамдардан сұрадым дейді. Бұл дін әхілінің ішіндегі ең афзалы кім? Яғни бетке ұстар бір, барып дін үйренетін бір адам бар ма? Ең афзал адамды айтыңыздаршы маған деп сұрап едім. Адамдар айтты маған, Усқуф деген адам деді. Яғни Усқуф деген бұл кәнисаның ішіндегі, мына христиан дінінде бар ғой, атеист деп басталады, одан ары қарай кете береді, өздерінің бір дәрежелері бар олардың өзінің. Сол Усқуф дегені насарани дінінде бір Қиссис пен Матрон дегеннің екеуінің ортасындағы бір дәреже екен. Ит біліп бол қандай дәреже екен. Әйтеуір бір сондай дәрежедегі адам екен. Мен оған барып айттым дейді. Мен насарани дініне қызығып қалдым. Енді сіздердің қастарыңызда жүріп, сіздерге қызмет жасап, сіздерден бір нәрсе үйренсем ба деп едім. Қалай қарайсыз деп едім. Ол адам кіргін деп маған рұқсат берді. Мен кірдім, оған қызмет қыла бастадым дейді. ثم ما لبثت أن عرفت أن الرجل رجل سوء فقد كان يأمر أتباعه بالصدقة ويرغبهم بثوابها فإذا أعطوه منها شيئا لينفقه في سبيل الله اكتنزه لنفسه ولم يعطي الفقراء والمساكين منه شيئا حتى جمع 7 قلال من الذهب فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته منه ثم ما لبث أن مات فاجتمعت النصارى لدفنه فقلت لهم إن صاحبكم كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا قالوا من أين عرفت ذلك
Кейін мен ол кісінің жанында, Ускуфтың жанында біраз тұрдым. Кейін оның бір өте жаман кісі екенін білдім дейді. Өйткені ол адамдарға өзінің Насарани дініндегі өзінің артынан ілесіп келе жатқан адамдарға садақа беруге қызықтырып, ой сауабы көп болады, садақа беріңдер маған деп қызықтырып, ол берген садақаны тек қана өзінің пайдасы үшін алтын күміс қылып жинай беретін еді. Алланың жолында фақырлар мен мискиндерге одан бір нәрсе де бермейтін еді. Керек болса 7 үлкен қап алтын жиналып қалды оның үйінде дейді. Мына саб'a қилал деп, қилалды айтыпты, үлкен жүрра, үлкен бір сөмке, енді қап дегені ғой бізде. Мен енді оны өте қатты жаман көрдім, сондай жек көрдім. Өйткені көріп тұрмын оның ісін. Кейін ол біраз уақыт сол алтынын жинап өліп қалды дейді. Насаранлар енді оны көмуге жиналып, барлық енді оны көмейін деп жатқан кезде мен оларға айттым дейді. Мына сіздердің сахиб достарыңыз, мынау сенген Ускуфтарыңыз, бұл өте жаман адам. Бұл сіздерге садақа беруге бұйырды, оның сауабы бар деп қызықтырды. Бірақ сіздер оған бергеннен кейін ол өз үшін жинады оны алтын қылып. Одан мискиндерге бір нәрсе де бермеді. Дегенде әлгі көмуге жиналған кісілер айтты дейді. Қайдан білесің оның бәрін деп айтты дейді. Құлту, ана адуллукум ала канзихи. Мен сіздерді соның жинаған жаңа кен қазынасына ертіп барайын ба деп айттым дейді. Қолу, наам, дуллана алайхи. فأريتهم موضعه فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة فلما رأوه قالوا والله لا ندفنه ثم صلبوه ورجموه بالحجارة. Кейін олар айтты дейді, бізге көрсеткен оның жиған терген қазынасын деп. Мен оларға оның орнын көрсетіп бердім. Олар о жерден 7 қап толтырылған алтын күмісті шығарды далаға. Оны көргеннен кейін, көздері жеткеннен кейін айтты дейді. О Алла, біз бұны көмбейміз енді. Деп оны іліп қойып, тасборан қылып, сондай азап көрсетті дейді ол адамға. Соны көзіммен көрдім дейді Салман Фарси. Сумма иннаху лам ямди гайру қалилин хатта нассабу раджулан ахара маканаху фалазимтуху фама раайту раджулан азхада минху фи дуния вала аргаба минху фил ахира вала адаба минху ала al-ibadati laylan wa naharan فأحببته حبا جما وأقمت معه زمانا فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إلى من توصي بي ومع من تنصحني أن أكون من بعدك. Кейін, ол өлгеннен кейін көп уақыт өтпей-ақ оның орнына басқа бір кісіні қойды. Мен енді ол кісіге қызмет ете бастадым дейді. Мен ондай дүниеде тақуадар адамды көрмедім. Ондай ахиретке қызығатын, ахиретке қызығып амал жасайтын адамды көрмедім. Ғибадатқа күндіз түні әдеттенген адамды көрмедім бұндай дейді. Оны өте көп жақсы көріп қалдым дейді. Оның алдында біраз уақыт тұрдым. Оған да өлім уақыты жеткен кезде мен оған айттым дейді. Ей пәленше, мені кімге өсиет етесіз? Яғни маған кімді айтасыз? Және мен кімге, сізден кейін кіммен барып, осы дінімді ары қарай жалғастырып, білімімді арттырып, серік болуым үшін кімді маған өсиет етесіз деп сұрап едім. Фақала, әй бұнайя, ла а'ламу ахадан ала ман кунту алайхи илля раджулан бил маусил, хуа фуланун лам юхарриф ва лам юбаддил фалхақ бихи. Ей балам, мен ешбір кісіні саған айта алмаймын. Бірақ анау Маусил деген жерде пәленше деген кісі бар. Ол осы бізге түскен кітапты, осы дінді ешқандай өзгертпей, ешқандай үкімдерін өзгертпестен ұстап тұрған адам, соған барғын деді. Міне осы жерден біз түсінуіміз керек. Насарани дінінің әуелгі хақиқи Алла Тағаладан түскен кітаптарын өзгертпеген адамдар да олар хақта болды. Бірақ оны өзгерткендер көбірек. Міне қазірге келіп, әрине ол кітап қанша өзгеріске түсіп кетті. Сол кездерде міне айтып тұр ғой.
Сен Маусул деген жерге барсаң, бір пәленше деген кісі бар. Ол өзгерткен жоқ ешқандай біздің үкімдерімізді. Сол адамнан сен демек, қазіргі айтып тұрған кісі де бір Алла тағаладан түскен хақ дін, хақ кітапты өзгертпей, соған амал қыла білген, Алланың бір деп, яғни Исаны Алла деген адам емес, Алланы бір деп таныған, дінінде берік болған адамның бір екендігін біз түсінуге болады осы жерден ақ. فلما مات صاحبي لحقت بالرجل في الموصل فلما قدمت عليه قصصت عليه خبري وقلت له إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك وأخبرني أنك مستمسك بما كان عليه من الحق فقال أقم عندي فأقمت عنده فوجدته على خير حال. Men әлгі жақсы кісі өлгеннен кейін Маусулдегі кісіге бардым дейді. Оған келіп, басымдағы қыссамды айтып бердім дейді, хабарымды айтып бердім. Оған айттым дейді, әлгі пәленше маған өсиет қылды, өлер шағында сізге келіп, сізден дәріс үйренуімді, сізге қызмет қылуымды. Және маған хабар берді, сіз хақты өзгертпеген, дұрыс жолдағы адам деп хабар берді. Сол үшін сізге келдім. Қабыл алыңыз мен деп барып едім. Ол адам айтты дейді, кел, менің қасымда тұра берген деді. Мен де ол адамның өте бір жақсы халдегі, жақсы адам екендігін көрдім, білдім дейді. ثم إنه لم يلبس أن مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان لقد جاءك من أمر الله ما ترى وأنت تعلم من أمر ما تعلم فإلى من توصي بي ومن تأمرني باللحاق به. Енді біраз уақыттан кейін оған да өлім халі келді. Оған вафат жетейін деген уақытта мен оған айттым дейді, пәленше, міне Алланың әмірі келді өзің көріп тұрғанда, яғни өлетін болдың дейді ғой. Сен енді менің ісімді білесің, мен ақиқат іздеп жүрген адаммын. Анадан өтіп келдім мен саған. Енді сен мені кімге өсиет етесің? Мен сен өлгеннен кейін кімге барып қосылайын, яғни кімге барып мен дәріс үйренейін деп сұрап едім. Фақала, әй бұнайя, валлахи ма а'ламу анна раджулан ала мисли ма күнна алейхи илля раджулан бинасибин ва хуа фулану фалхақ бихи. Ей балам деді бұл адамда, Аллаға қасам, мен білмеймін ешбір кісіні тура мына біз тұрғандай өзгертпестен үкімдерді, осы дінді мекем ұстап тұрған мен бір кісіні айта алмаймын саған, бірақ ана насибин деген жерде бір пәленше деген кісі бар, сен соған барғын, соның қасында сен бір тура жол табасың деп, насибин деген жерде кісіге мен өсиет етті дейді. فلما غيب الرجل في لحده لحقت بصاحب ناسبين وأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي فقال لي أقم عندنا فأقمت عنده فوجدته على ما كان عليه صاحباه من الخير فوالله ما لبث أن نزل به الموت فلما حضرت الوفاة قلت له لقد عرفت من أمر ما عرفت فإلى من توصي به. Кейін әлгі кісіні лахадына көміп болғаннан кейін мен енді насибиндегі кісіге қарай кеттім дейді. Оған да барып хабарымды айттым. Менің әлгі кісінің маған бұйырған нәрселерін айттым. Сол кезде ол айтты дейді, біздің қасымызда тұра бер деді. Мен оның қасында тұрдым. Одан да алдыңғы екі серігіндегідей жақсылықты көрдім дейді. Демек бұл төртінші адамы. Бірінші ана жаман адам, одан кейін екінші екі адам, екеуі де жақсы. Бұдан да дейді, әлгі алдындағы екі серігінен, өсиет еткен екі серігінен көрген жақсылықты бұдан да көрдім. Бұл да өзі ұстанған дінді өзгертпестен хақ ұстап тұрған адам екендігін көрдім. Қысқасы не керек? Оған да өлім жетті дейді. Оған опат жеткен уақытта мен оған барып айттым дейді. Білесің сен менің ісімді. Енді мені кімге өсиет етесің деп айттым дейді. Фақала әй бұнайя, валлахи инни ма а'ламу ахадан бақия ала амрина илля раджулан би аммурия. Хуа фуланун фалхақ бихи фалахиқту бихи ва ахбартуху хабари. Фақала ақим инди. Фақамту инди.